Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен ерекше салаттардың бірі гнездо глухаряның жасалу жолымен бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін көру үшін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салатқа керекті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Алдымен ұсақтап туралған қиярымыз, тұздалған және де консервіленген шампиньондарымызды, және де жұмыртқаның ағын дәл осылай турап алатын боламыз. Және де тауық етін осылай қайнатып, солом кетіп турап аламыз. Консервіленген жүгері керек болады, және де фри, яғни картоп фрийі, және дәміне қарай тұз және майонезбен араластыратын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға тауық етін салып аламыз, және де консервіленген шампиньондарымызды салып алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын дәл видеодағыдай барлығын солом кетіп турап алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осылай қиярымызды салып алатын боламыз. Соңынан консервіленген жүгерімізді, дәміне қарай тұз қосатын боламыз, және де майонезді, яғни өздеріңіздің салаттарыңыздың көлеміне байланысты салып, салатымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені бұл салат ерекше, барлық жанның көңілінен шығатын салаттардың бірі болып табылады. Кез келген қонаққа ұялмай қоятын боласыздар алдарына. Дәл осылай барлығын араластырып алғаннан кейін өзіңіздің әдемі тәрелкеңізге әдемілеп салып, жаңағындай арнайы картоп фрийін бетіне сеуіп әсемдейтін боламыз. Яғни картоп фрийін араластырып жерсеңіздер де болады, бірақ бұл видеода мен бетіне себуді жөн көрдім. Сол кезде салатымыздың өңін әдемі ашатын болады. Осымен біздің салаттарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Керек заттардың барлығын мен описание бөліміне қалдыратын боламын. Сіздермен бірге болған Айпана. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.